Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін асқабақтан осындай орама ханым дайындайық. Ең алдымен салқындау суымызға бір жұмыртқа және шым-шым тұздан қосып, електен ұнды өткізіп, аздап араластыра отырып, қаттылау қамырды илеп шығатын боламыз. Қамырдың иі қанғанша міндетті түрде илеңіздер, видеода түспей қалған екен. Иі қанған қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа тұндыруға қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындайық. Ол үшін бізге асқабақ қажет. Осындай кішігірім біреуін қолдандым. Асқабақты сатып алар кезде осындай груша түрін алсаңыздар болады. Бұл өте тәтті асқабақтардың бірі. Өзіме ыңғайлап турап алдым және қабығын ашып алатын боламыз. Бас жағын және асты жағын алып тастаңыздар. Менің YouTube каналымнан басқа да видео рецепттерді көре аласыздар. Жалпы видео түсіру, оны монтаждау негізінде жай пісіргеннен 2 есе уақыт алады. Сондықтан осы видеоны көріп отырған әрбіріңізден сұраймын, каналға жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды. Сіздердің әрбіріңіздің қолдауларыңыз мен үшін бағалы, сондықтан алдын ала рахмет. Асқабақтың қабығын осылай жұқалап ашып болғаннан соң терканың көмегімен, яғни үлкен бетімен өткізіп алдым. Негізі турау керек, олай әдемі емес деп жазбаңыздар, әркімнің өз қалауы. Мен бұл жерде жарты бөлігін теркадан өткізіп, жарты бөлігін осылай турап алдым. Піскен кезде еш айырмашылық болмайды. Сондықтан сіздер толықтай турасаңыздар да болады, немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Әрине, теркадан өткізген аз уақыт алады. Келесі бізде салмасында ерекше дәм беретін ол пияздар, сондықтан 5-6 пиязды жуып тазалап, осылай теркадан өткізіп алдым. Егер сіздерде турағыларыңыз келмесе, мен сияқты теркадан өткізіп алсаңыздар болады. Қаным піскен кезде арасында пияз гірт-гірт болып қалмас үшін кішкене тұз салып, осылай қолменен пиязды жақсылап езіп алдым. Видеода көріп тұрған шығарсыздар, пияз өте жіңішке болады, солай істеп көріңіздер. Және кішкене құйрықтан қосып жібердім. Мен құйрықты морозильникке осылай сақтаймын, сіздерге де кеңес беремін. Жуып тазалап құйрықты, тұздап, бөліктерге бөліп осылай пищевая пленкамен орап, морозильникке сақтауға қоямын. Қолданар кезде 10 минут бұрын шығарып, осылай қолдана беремін. Өте ыңғайлы. Жалпы адам ағзасына құйрықтың пайдасы өте үлкен, сондықтан аз мөлшерде болса да тамаққа қолданыңыздар, әрі тамақтарыңыз дәмді болады. Егер үйдегілеріңіз ұнатпайтын болса, майдалап турасаңыздар, арасынан білінбей кетеді. Және фарш қосамыз. Мен фаршты тоже осылай сақтаймын, сол кезде тез ериді. Қара бұрыштан татымына қарай тұз қосып, фаршымды дайындап алдым. Келесі бізде қамырды жайып алайық. Жалпы қамырды илеп болғаннан соң, жарты сағатқа тұндыруға қойған кезде 15 минут өткеннен соң қамырды бір илеп, тағы да 15 минутқа қалдырып барып қамырды жаятын болсаңыздар, бір тегіс әрі тез жайылатын болады. Осылай ұрпақтап, айналдыра жайып алатын боламыз қамырды. Қамырды жаю процесін толықтай түсірдім. Қамырды жаю барысында күш салмай жаю қажет. Егер қатты күшпен жаятын болсаңыздар, қамырларыңыз ламбада болып кетуі мүмкін. Бізде қамыр дайын болып қалды. Оны қалай білеміз? Осылай дастархандарыңыздың түсі көрінсе, қамырдың жұқалығы дайын болды деген сөз. Және тестаның бетіне осылай кәдімгі пісте майдан жағып шығатын боламыз. Майды жұқалап жағып алдым, өйткені салмасына құйрықты қолданғандықтан құйрықтың да майы шығады. Менде қамыр үлкендеу болғандықтан ортасынан бөлдім. Бізде 2 лист шығатын болады. Дайындап қойған салмамызды осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Тестаның шетіне фаршты
тигізбедім осылай, өйткені қазір орау барысында бізге кедергі келтіреді. Өте мұқият қамырды орап шығатын боламыз, әйтпесе қамырымыз жыртылып кетуі мүмкін. Дәл осылай екінші бөлікті де орап алдым. Шеткі жағын осылай жабыстырып шығыңыздар. Енді мантаварканың листерін бірінші майлап, сосын осылай орналастырдым. Тестаның бетіне кішкене майласаңыздар болады, сол кезде қамыр қатып қалмайды. Екінші листі де қойып, бетін кішкене майлап, қайнап тұрған буға 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Менде буда ұзақтау қалып кеткен екен, сондықтан қамырым кішкене былжырап кетті. Ал бізге ас болсын, сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Асқабақпен орамақаным өте дәмді болады.